Нұреге ассалаумағалейкум. Мен сізге бір идеямен келдім. Ой, күшті идея. Қандай идея? Айта бер, көрейік тыңдап идеяңды. Нұреге, мен бір бизнес ойлап таптым. Ойбай, не бизнес ол тағы да? Көрейік, айтып көр. Екеуміз мысалға бір қалта пісте алсақ, пістені алып сатамыз. Ол пістеден сәл көтерілеміз де құрт алып сатамыз. Құртты сатып, темекі аламыз сөйтіп. Бір блок темекіні сатып, 10 блок боламыз. Оны сатып, бір ящик арақ аламыз. Ол ящикті алып сатып, 4 ящик боламыз. Оны алып сатамыз да, сөйтеміз де, жаңағы үлкендеу бытовойларға өтеміз. Бірінші өтіктен аламыз. 2-3 өтік сөйтеміз да, 2-3 өтік сатамыз да, 5-6 өтік аламыз. 5-6 өтікті аламыз да, сатамыз да, бір 20 шақты өтік қыламыз. Өтікті алып, оны сатамыз да, сөйтеміз да, жаңағы не сатамыз? Жаңағы духовка дейма не дейді, нан жабатынды. Сөйтеміз да, духовканы аламыз да, 2-3 алып сатып, 5-6 аламыз оны. Сөйтіп оны сатып, тағы да 20 шақтыға жеткіземіз. Сөйтіп сатамыз да, телевизор алып сатамыз. Телевизор сатып, жаңағыда көбейт сатып, сөйтеміз да, холодильник алып сатамыз. Холодильник сатып, келеміз да, одан кейін неге өтеміз? Жаңағы бір арзандау кішігірім машина алып сатамыз. Оны сатып, жүгілейлер сатып, сөйтіп жайлап иномарка аламыз. Иномаркалар сатып, аламыз да, танк аламыз. Танкыны сатып аламыз да, сөйтеміз да, вертолет аламыз. Вертолет сатып, самолет аламыз. Сөйтіп сатып, ой, тоқта, осы жерден тоқтай сал. Қазір ракета аламыз да, ракетаға ұшамыз, космосқа барып үйленеміз қыздарға деп жүрме. Қой, тоқта осы жерден.